Исламның үміткері Мерей бастапқыда бәрі өте жақсы көрінді. Мерейдің көзқарасы исламға бағытталғандай көрінгенмен, іс жүзінде бәрі басқаша болып шықты. Кездесулердің бірінде Мерейдің көзі әмірге түсіп қалғанын байқап қалдық. Ал ислам керісінше қызға көңіл бөлмейтін сияқты болды. Шынын айту керек, олардың алғашқы кездесуі керемет өтті. Олар бірге романтикалық ортада болды. Әдемі кеш, құлпынай, жылы әңгімелер. Барлығы бір сәтте өте әдемі көрінді. Сол кезде бәрі ғажайып сияқты еді, бірақ уақыт өте келе жағдай өзгерді. Үшінші кездесуден кейін ислам Мерей үшін қызық емес екенін түсінген. Сол кездегі көңілі де басқаға ауып кеткен сияқты. Ал Мерейге әмір ұнап қалды. Бұл таңқаларлық емес, өйткені ислам стримге көп уақыт бөлетін. Оның стримде отырған уақыты Мерейге көңіл бөлуге жеткіліксіз болып шықты. Сол себепті Мерей өзінің шынайы қызығушылығы мен жақындықты сезетін адамға көңіл аударған. Бұл оқиға адамдар арасындағы қарым-қатынастың табиғатын көрсетеді. Кейде біз біреуге көңіл бөлетін сияқтымыз, бірақ олар өз назарын басқа жаққа аударады. Сол кезде өз жолымызды табуымыз керек. Ислам өз әлемінде стрим мен онлайнға көп көңіл бөлсе, Мерей өзіне шынайы эмоция мен жақындықты іздеді. Қорыта айтқанда бәрі өз табиғатына сай болды. Адамдар кейде көңілдерін басқа жаққа аударады, кейде өзіне шынайы сүйіспеншілікті табуға тырысады. Мерей мен әмір арасындағы жаңа қызығушылық табиғи нәрсе. Ал ислам өз әлемінде өзіне лайық жолын табады. Бұл оқиға бізге бір маңызды сабақ береді. Қарым-қатынас тек біреуге ғана назар аударудан тұрмайды. Ол өзара уақыт, көңіл мен қызығушылықты қажет етеді. Кейде адамдардың жолдары бөлінеді, бірақ бұл дұрыс және қалыпты жағдай. Әркім өз жолымен жүріп, өзіне сәйкес адамды табады.